Керемет хабар! Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз, оған тұрарлық. Қазақ елі, жақсы хабар! Жаңа жылдан бастап бала күтіміне байланысты жәрдемақы 1,5 жасқа дейін төленеді. Бұрын ол тек сәби 1 жасқа толғанға дейін төленіп келді. 2023 жылға 1 қаңтарға дейін 1 жасқа толмаған барлық бала үшін төлем автоматты түрде жарты жылға ұзартылады. Ал 1 қаңтардан кейін туған балаға бірден 1,5 жылға тағайындалады. Жаңа жылдан бастап бұл жәрдемақының мөлшері де ұлғаяды. Бірінші балаға 5,76 аек, немесе 19,872 теңге. Екінші балаға 6,81 аек, немесе 23,495 теңге. Үшінші балаға 7,85 аек, немесе 27,083 теңге. Төртінші және одан кейінгі балаларға 8,90 аек, немесе 30,705 теңге. Декретке дейін жұмыс істеген әйелдердің бала күтіміне байланысты алатын ай сайынғы алименттік төлемі бөлек есептеледі.